Сен таңдаған ордер блок неге дұрыс жұмыс істемейді? Себебі сен оны дұрыс таңдамайсың. Көп адам ордер блок деп кез келген свечаны ала салады. Ал бұл үлкен қателік. Баға көтерілер алдындағы соңғы медвежий свеча ордер блок емес. Баға түсер алдындағы соңғы бычий свеча да ордер блок емес. Дұрыс таңдау жасау үшін алдымен поддержка уровенін анықтау керек. Мысалы, рынок өсіп келе жатыр. Бұл жерде bullish fairway gap жақсы поддержка уровені бола алады. Сосын баға осы жерге келіп, тест жасап, жоғары көтерілуін күту керек. Ал ең бастысы, ордер блоктың жанында FVG болуы шарт. Егер ол болмаса, сенімді ордер блок емес деген сөз. Ордер блоктың үстінде жаңа минимум шықса, бұл тамаша белгі. Себебі көптеген трейдерлар бұны көріп, шортқа кіреді. Ал біз бұны пайдаланып, пайда табамыз. Енді сабыр сақтап, кейін лонгқа ордерімізді қоямыз. Баға қайтып келіп, төмендегі sell side ликвидностьтерін шешеді, және fair value gap'ті толтырады. Сосын баға жоғары қарай ұшады. Ал пайда сенің қалтаңда. Ал сен ордер блокты қалай таңдайсың? Комментке жазып кет.